пляждағы құмдар да, шеге құмдар арасында мынандай бақалшақтың сырттары жатыр. Көрдіңіздер ма? Бақалшақтың сырттары. Сонда теңіз осы жерге дейін келген да. Қарап тұрсаңыздар, мынаның бәрінің арасының бәрі бақалшақтар осындай, мынандай. Бұның арасының бәрі бақалшақтар. Абайлап жүрмесеңіздер, бұл жерде шынылар да болуы мүмкін, сынған шынылар. Теңіз шамамен қазір айтайын да, нарамен үстімен барып ана жерге дейін секіретін орын болған негізі. Бұл мына жерден бастау алған да, нарадан жобамен теңіз тартылып кеткен. Былай қарай жобамен 1 метр, 2 метр, 3 метр, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кемінде 10 метрге тартылып кеткен ғой, міне көрдіңіздер ма? Нарада су болған негізі, мынаның орнының бәрі су болған. Тартылып кеткен. Сосын тұзды су, тұздылығы сонша мына шіріген, көрдіңіздер ма? Трубалар шіріп жатыр. Тұзды су. Қазір ешкім қалмады жағажайда. Салқындап кетті су деген. Салқындап кетті. Суға түсіп жатқан ешкім жоқ. Бірең-сараң адамдар болмаса. Иә. Мен өзімді түсіп алдым суға. Салқындау екен шамалы. Тоңып. Шіріген, міне көрсетейін сіздерге. Тұзды су шіріген. Трубаны жеп қойған ғой мынау. Міне. Тұздылығы сонша, тұз бетіне шығып жатыр. Кемінде бір 10 метрге тартылып кеткен да. Біреу тәпшіксін кетті. О, мына жақта ағалардың тәпшіксі екен ғой. Жоғары жақта мына жақта бір арал бар, кішкентай бір островтар бар да. Ал аяғымызды кептіріп алайық. Мынандай жерде киімдер де қалып қояды. Топырақ ыстықтау екен шамалы. Андай 3000 теңгеге вагончик үйлер жалдап алып тұруға болады екен. Бір күнге демалған кездерде. Бір күнге. Кеттік ал.